Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай дәмді нәзік убипай тортын жасайтын боламыз. Убипай тортына қажетті ингредиенттер: мына жерде сармай мен Қазақстан шоколады, секер, 4 жұмыртқа, ұн, разрыхитель және какао. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды үстіне секер салып миксермен араластырып аламыз. Üstüne şekerimizi azdan salıp aralastırırız. Sarmay мен şokoladımızı mikrovolnovkaga eritip alamız. Sarmay мен şokoladımız erip oldu. Енді осыны жаймен құя отыра араластырамыз. Оның үстіне какаомызды қосып, және разрыхителімізді қосып, араластырамыз. Бисквиттің қамыры дайын болды. Енді қазір пергаменттерін дайындап, соған салып аламыз. Мұнда тефлоновый коврик, бұны жуып пайдалана беруге болады, және кольцо. 24 сантиметрге қойдым. Енді осыған қамырымызды салып, бетін тегістейміз. Міне осылай қамырымыз жайып болдық. Енді 5-7 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің коржыларымыз дайын болды. Енді қазір кремін жағамыз. Қазір торттың кремін жасаймыз. Ол үшін бізге крем-чиз қажет, және сливки, сахарная пудра и весы. Ең алдымен крем-чизімізді салып алдық. Одан кейін үстіне сахарная пудра 200-250 грамм. Жүз грамм сливкимізді құйдық. Енді миксерлеп аламыз. Творожный сырға 100 грамм сливки құйып, осылай езіп миксерлеп аламыз. Ішінде түйіршіктер қалып кетпес үшін. Енді үстіне 400 грамм сливки құямыз. Осыны қайтып миксерлейміз. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін бізге осы торттың посудасы, осындай насадка керек, убипайдың насадкасы, и осындай мешочек керек. Бұлар базарда сатылады.
арзан бағада. Басын қиып аламыз. Міне осындай етіп. Осындай бір бокал или стакан беріп, енді кремімізді саламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Алдымен осылай коржымызды қоямыз. Корждардың айналасын кесуге де болады осылай. Осылай әрқайсысынан кремімізді жағып шығамыз. Тортымыз дайын болды. Енді бетіне шоколад пен сливкиді ертіп құямыз. Сливки 80 грамм. Сливкемізді құйдық. Енді Қазақстан шоколадын саламыз. Бетіне шоколадымызды құйып болдық. Тортымыз дайын болды. Міне. Енді қазір бетіне оформление жасаймыз.
Бүгінгі біздің уфипай тортымыз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер каналым сіздерге ұнаған болса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер.